Барлықтарыңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Каналға тіркеліп, қолдау білдіріп отырыңыздар. Мен сіздерге бүгін үгілмелі дәмді печеньенің жасалу жолымен таныстыратын боламын. Бізге құрамына жұмыртқа, қант, сұйық май, қопсытқыш және ұн керек болады. Бірінші ұнымызды алып, оған қопсытқышымызды ас қасықпен біреуін қоссаңыз болады. Араластырып аламыз. Жақсырып араластырып қоямыз да таза ыдысымызға екі жұмыртқамызды шағып, ішіне қантымызды қосып, жақсылап қантымыз ерігенше араластырып дайындайтын боламыз. Қантымыз жақсылап еру керек. Араластырып аламыз. Өте дәмді печенье шығады. Дүкеннен, магазиннен алған печеньеден көрі ішінде не қосып, өзің не қосқаныңды білетін, үйде өзің дайындап бергенің балаларыңа қандай жақсы, керемет. Оның үстіне сұйық майымызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Және бұл сұйықтықты қамырымызға, жаңа қопсытқышпен араластырып қойған қамырымызға құйып, әдемілеп, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ, қолға жабысып тұратын жұмсақ қамыр болып шығады. Осындай қамыр шығады. Бұл қамырымызды енді 10 минутқа бетін жауып, тындырып қоятын боламыз. Бетін жауып 10 минут өткеннен кейін қамырымызды алып, осындай өздеріңіздің қалауларыңызша дөңгелетіп, ұсақ бөліктерге бөліп аламыз қамырды. Печеньенің көлеміндей, өзіңізге қандай көлемде ұнаса, солай бөліп алсаңыз болады. Дөңгелетіп, печеньенің формасына келтіріп, протеиннің дайындап, протеинге салып, духовкаға жібереміз. Қолыммен жасадым. Формалармен де жасауға болады. Үстін өздеріңіз қалауыңызша сәндесеңіз болады. Форманың шетімен жасауға болады, бетін сәндеуге. Немесе осындай қамыр кескішпен мен жайлап үстін басып, узор жасап жатырмын. Өте керемет дәмі, күшті болып шығады үгілмелі печенье. Сіздерге ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп отырыңыздар.
Балаларыңызға өте ұнайды. Барлықтарыңыз пісіріп көріңіздер. Бетіне жайлап қант сеуіп қойсаңыздар да болады. Мен кішкене қалып бетіне сеуіп қойдым. Духовкаға жіберетін боламыз. 180 градуста 20 минут, 30 минут көлемінде әркімнің 180 градуста пісіп шығатын болады. Ас болсын. Өте дәмді үгілмелі печенье дайын болды.